Нуайм алдымен Құрайза яһудилеріне барды. Еш күдік туғызбай баяғы Нуғайымша. Мұхаммедтің істегені араздастырудан басқа ештеңе емес. Жолаған жеріне бәле үйіріп жүреді. Қайнуқалар мен надырларға жасағанын бәрін білесіңдер. Құрайыштар мен Ғатафандар Мұхаммедпен шайқасуға келді. Сендер соларға көмек көрсеттіңдер. Олардың мал мүлкі, бала-шағасы қашықта. Жеңе қалса, олар олжаны жинап тайып отырады. Ал жеңілсе, алдарттарына қарамай қашып кетеді де, сендерді мұсылмандарға тастай жөнеледі. Осыны бір сәт ойландыңдар ма? Мұсылмандарға қарсы әлсіз екендерің әмбеге аян. Сендер Құрайыштан кепілдікке адам сұраңдар. Әйтпесе, жәрдем бермей қойыңдар. Кепілдер қастарыңда болса, олар оңайлықпен кете алмайды, дейді. Яһуди Құрайзалар айтылғандарға иланып, ескерткені үшін Нұғайымға алғыс айтты. Кетіп бара жатып Нұғайым: менен естігендеріңді тіс жарып жан баласына айтушы болмаңдар, құпия болып қалсын, деп ескертті. Құрайзалар ешкімге айтпауға сөз беріп қала берді. Құрайыш мүшриктеріне келіп, сендерді жақтайтынымды, Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қарсы екенімді білесіңдер. Сол үшін естігенімді жеткізуді міндет санадым. Тек сыр ретінде сақтайтындарыңа серт беріңдер, деп құйғытты. Мүшриктер не де болса маңызды хабар екендігіне сеніп уәде берді. Онда тыңдаңдар, деді ол. Құрайзалар Мұхаммедпен арадағы ынтымағын бұзғанына өкініш білдіруде. Қайтадан сол бірлікті сақтау үшін сендерден мықты жігіттеріңнің бірнешеуін кепілдікке сұрамақшы. Мұхаммедпен қайтадан одақтасу үшін сендерден алған кепілдерді өлтіріп, мұсылмандарға көз қылмақшы. Сөйтіп, надырлардың да бұрынғы мекендеріне қайта оралуына рұқсат алатын көрінеді. Яһуди Құрайзалар сендерден кепілдікке адам жолдауларыңды сұраса, алданып жіберіп жүрмеңдер. Бердік дегенше айырыласыңдар. Ақтық айқас және Алланың жәрдемі. Мүшриктер қолы соңғы рет бар күштерін салып, олардың жан-жағынан шабуылға кіріседі. Шайқас әдегеннен қызды. Зулаған оқта есеп жоқ. Тас жаудырғандар да қалсар емес. Шайқастың ең ауыр сәтінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үстіндегі желбегейін жерге лақтыра салып, тізе бүкті де көкке қол жайып, Жаббар иеге жалбарынды. Ва Құранды түсірген, қауым тайпаларды азапқа ұшыратқан, я Алла, мына ру тайпаларға қарсы шығуға бізге көмек бер. Я Алла, саусақпен санарлық мұсылмандардың көзі жойылса, жер бетінде саған құлшылық ететін жан қалмайды. Сол күні кешке дейін қызу айқастар толастамады. Түн-түндігі түскенде барып, қарсыластар атысты тоқтатып, шатырларына шегінеді. Түн ортасы ауғанда Жәбірейіл періште пайғамбарымызға келіп, біраздан кейін Алланың қатты дауыл тұрғызып, дұшпан әскерінің быт-шытын шығаратынын сүйіншілете жеткізді. Періштенің әкелген хабарын ести сала, пайғамбарымыз отыра қалып алақан жайып, маған және асхабыма деген қайырымың үшін мыңда бір шүкір, мадақ айтамын, я Алла, деді. Сенбінің түні. Төңіректі қою қараңғылық басқан мезетте мүшриктер орналасқан алаңда аяқ астынан дауыл тұрып, ұйқы-тұйқы етті. Қыстың суық түнінде құйынды боранның есуі мүшриктерді естерінен тандырды. Ызғын шуғын алаңда бірін-бірі көру де тану да мүмкін емес. Дұшпан көз аштырмас дауылдан қорқып дал болып тұрғанда, әскерлерден бұрын қолбасы Әбу Суфиян түйесіне мініп, тез көшудің ыңғайын жасаңдар, ал мен кеттім, деп басын ала қашты. Құрайыштың ақсақалдары жекіп тоқтатпағанда, әскерлерін тастап кете берері сөзсіз еді. Артынан айыптағандарды естіп, қайта оралғаннан
көптің басын біріктіру мүмкін еместігіне көзі жетті. Жиналғаны жиналғандай Меккеге бағыт алды. Сақтық үшін 200-ге жуық атты әскермен бірге ол кезде әлі мұсылмандарға қарсы шайқасып жүрген Әмір ибн Ас пен Халид ибн Валид барлау ниетімен артта қалады. Балапан басына тұрымтай тұсына дегендейін мүшіріктердің өзі бытырай қашқанын көрген одақтас тайпалар да елдеріне жетіп алуға асықты. Пайғамбарымыз бен мұсылмандарға Алладан келген көмек жайлы Ахзаб сүресінің 9 аятында мазмұндалады. Ва иман келтіргендер, Алланың сендерге берген жақсылығын, нығметін, көмегін ұмытпаңдар. Бір кездері сендерге шабуыл жасап, біз сендерге көмек ретінде оларға жауға қарсы дауыл соқтырып, сендер көре алмайтын әскерлер, періштелер жіберіп едік. Алла істегендерінің бәрін көруші. Дұшпанның үлкен азапқа ұшырап шегінгенін көргенде пайғамбарымыз күлімсіреп, Аллаға шүкір айтып, Алладан басқа илах жоқ, тек сол ғана бар. Алланың әскерлері әзиз, құлына да ол көмектеседі, араб тайпаларын жеңдірді деді. Мүшіріктердің босқа әуреленіп қайтқаны Құранда да баяндалады. Алла кәпірлердің одақтасқан қолын діттеген мақсаттарына жеткізбей, оларды ашу ызаға булыққан күйлерінде құр алақан қайтарады. Осылайша Алла мүминдерді кескілескен шайқассыз-ақ жеңіске жеткізді. Сөйтіп Алланың жәрдемі мүминдерге жеткілікті болды. Алла қауи, тым күшті, азиз, бәрінен үстем әрі ұлы. Ахзаб 25 аят. Мұсылмандар жеңіс тұғырында. Бір айға созылған ауыр шайқас Алланың жәрдемімен аяқталды. Мүшіріктер аһ ұрып, мұсылмандар шаттыққа бөленді. Кәпірлердің осы жеңілісі мұнан кейінгі үлкен жеңістердің бастауы болды. Мұнан былай мұсылмандарға қарсыласуға олардың шамасы жетпейді. Өйткені Бәдір, Ухуд және Хандақтағы тәжірибе мүминдерді аяқ асты етудің оңай шаруа еместігін айғақтады. Оқыстан ойсырай жеңілген жау әскері қайғы мен үмітсіздікке берілсе, мұсылмандар мерекедегідей шаттанады. Иман ерлерінің көңілдері көтеріліп, жүдеп жадатқан жоқшылықты да ұмытып, толассыз шүкіршілік қылды. Расулалланың мұнан кейін біз оларға шабуылдаймыз, олар бізге қарсы келе алмайды деген сөздері мүминдерді масайрата түсті. Пайғамбарымыз бастаған мұжахидтер мәз-мәйрам Хандақтан Мәдинаға келді. Хандақ шайқасында 7 мұсылман шейіт болса, кәпірлер саны 4-ке азайған. Шейіт болғандардың бәрі ансарлар еді. Құрайза жорығы. Яхуди Құрайзалар пайғамбарымызбен арадағы келісім бойынша Хандақ шайқасында мұсылмандармен бірге Мәдинаны қорғауға тиіс еді. Бірақ олар келісім шартты аяққа тастап, шайқастың қызған сәтінде мүшіріктермен ауыз жаласып, тайқып шықты. Келеңсіз қылықтарын тыю үшін хабар айта барған мұсылмандарға Расулалла кім болыпты соншама? Мұхаммедпен келісіміміз болған емес, болмайды да деп пайғамбар жайлы былапыт сөздер айтты. Онысымен қоймай Мәдинаға басып кіріп, мұсылмандардың әйел бала шағасына қырғидай тиіп, қауіп төндірді. Пайғамбардың қайырымдылығын аяқ асты еткен Құрайзалар дұшпан шегінгенде барып, есін жиғанмен бәрі кешеді. Мүшіріктердің қирай жеңілгеніне көздер жеткен олар Мәдинаға 2 сағаттық қашықтықтағы қамал қалаларына бекініп үлгерді. Жәбірейіл жеткізген бұйрық. Мұсылмандардың Мәдинаға кірген сол еді. Пайғамбарға Жәбірейіл: "Уа Расулалла, ұлы Алла саған Құрайзаларға шабуылдауды бұйырды" деген хабар әкелді. Расулалла қаруын шығарып, жуынып шайынған беті Әзірет Біләл шақырып, "Естігендер және Алланың әміріне мойын сұнатындар намаздыгерді Құрайза яһудилердің мекенінде қылсын" деп жар салуды бұйырады. Мұсылмандар қас қағым сәтте жиналады. Ұзын ырғасы 3000-ға жуық ислам қолының қатарында
36 атты әскер болады. Байрақты Әзірет Әлиге ұстатқан пайғамбар оны әскерден бұрын жолға салады. Мәдинада имам өкілі ретінде Абдулла ибн Үммі Мәктум қалады. Сөйтіп, мұжахидтер долы дұшпанмен соғыстың маңызды мезетінде опасыздық жасап, жау жағына жақтасып кеткен Құрайза яһудилерін жазалау үшін жорыққа аттанады. Әскерден бұрын туын асқақтата желбіретіп жолға шыққан Әзірет Әли Құрайзалар қамалына жақын келіп байрақты тігеді. Мұны көрген яһудилер ауыздарына келгенді айтып, сықпырта жөнеледі. Пайғамбарымызды боқтап боралайды. Хандақтағы сатқындықтары оларға зәредей ой салмағаны белгілі болады. Әзірет Әли байрақты сахабалардың біреуіне табыстап, Алла Расулының саллаллаху алейхи уассалам алдынан шығады. «Уа Расулалла, сен қамалға жақындамай-ақ қойсаң қайтеді? Мына жексұрын опасыздардың сөздерін естімей-ақ қой», деді. Расулалла саллаллаху алейхи уассалам: «Сен олардан мені ренжітерлік сөз естігенсің сірә. Мұса пайғамбар мұнан да ауырына душар болған. Сен бара бер. Олар Алла дұшпандары. Мені көргенде жаман сөз айта алмайды», деді. Құрайзалар қандарындағы қастандықтан бас тарта алмай, пайғамбарымыз бен ислам әскерлерін күле қарсы алудың орнына былапыт сөзбен бас салып, қиқарлық көрсетті. Жақсылық түсінбейтіндерге қарсы күш қолдану ғана қалды. Пайғамбарымыздың әмірімен мұжахидтер Құрайза қамалына оқ жаудырды. Яһудилер де қарап қалған жоқ, атысқа кірісті. Дегенмен олар мұсылмандар қоршауында қалды. Сырт көзге мұсылмандарға дос көрініп, шындығында ислам дұшпандарымен бармақ басты, көз қысты болып жүретін мұнафиқтар бұл жолда әдеттерінен жаңылмады. Құрайзаларға құпия хабар жолдап, мұсылмандарға берілмеуді, Мәдинадан қуса да кетпеуді, атысты жалғастыра беруді нығарлай айтып, көмекке келетіндіктерін, қару-жарақ жеткізетіндіктерін білдіріп сендірді. Құрайза яһудилері бұған қатты қуанып, батылданып, шайқасты тоқтатпады. Сағд ибн Муаздың үкімі. Құрайзалар 25 күнге созылған қорғаныстан соң амалдары құрып, мұсылмандарға беріледі. Соңғы рет өздеріне қатысты үкім шығару үшін қазы тағайындалуын Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам өтінеді. Алла елшісі олардың өтініштеріне асхабымнан өз қалауларың бойынша қазы болар адамды таңдаңыздар дейді. Құрайза бір ауыздан Сағд ибн Муаздың үкіміне разы екендіктерін айтады. Сағд ибн Муаз хандақта ауыр жараланып, соны емдету үшін пайғамбар мешітіне барғанды. Әуістер оны пайғамбарға алып келеді. Әзірет Расулалла: «Уа Сағд, мыналар сенің шешіміңе бас иетіндіктерін білдірді. Не айтасың?» деді. Сағд: «Уа Расулалла, Алла оларға тиесілі үкімді саған білдірген болу керек. Сен Алланың әмірін орында», деп жауап берді. Әзірет Расулалла: Солай, дегенмен сенің үкіміңді естісек деп едік», деді. Сағд: «Уа Расулалла, Алланың үкіміне сай болмай қалса деген қаупім бар», деп ішкі күмәнін білдірді. Пайғамбарымыз сонда да: «Уа Сағд, сен айтарыңды айт», деді нығарлап. Әуістер Құрайзалардың ескі одақтасы еді. Сол себепті Әзірет Сағд соларға қарап: «Құрайзалар хақындағы шешімімді қабылдайтындықтарыңа уәде бересіңдер ме?» деді. Олар бір ауыздан келісім берді. Әзірет Сағд ибн Муаз қазы болғандықтан Расулалланың да үкімге ризалығын алуға тиіс еді. Алла Расулы сонадай жерде сахабалармен сұхбаттасып отырған пайғамбарымызға деген құрметінен оның атын атап сұрауға бата алмай, «Ана жерде отырған кісі де менің үкімімді қабылдауға Алла атымен уәде береді ме?» деді. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам «Я» деген жауабынан соң Сағд Құрайзалардың қамалдан түгел шығуын талап етті. Яһудилер қару-жарақтарын тастап берілген соң Сағд ибн Муаз үкімін жария етті.
Мен яһудилердің балиғатқа жеткен адамдарының өлтірілуіне, дүние мүліктерін мұсылмандарға үлестіріліп берілуіне, әйелдер мен балалардың құлдыққа алынуына үкім шығардым. Пайғамбарымыз Сағыттың үкіміне дән риза болып, сенің шешімің 7 қат көктегі Алланың үкіміне сай келді деді. Шындығында да Әзірет Сағыт ибн Муаздың Құрайзалар туралы тоқтамы Мұса пайғамбардың шариғатына саймасай. Тәураттағы үкімнің баяндалуы бұлай: қандай бір қалаға шайқасқалы барсаң, алдымен ол халықты бейбіт келісімге шақыр. Егер осыған келісіп, қақпаларын ашып бағынса, салық төлеп, саған қызмет етсін. Алайда сенімен келіспей соғысар болса, қоршауға алғайсың. Алла, Раббың, оларды саған мойын сұндырған сәтте еркектерін қылышпен өлтір, әйел бала-шағаны, мал-мүлкін, олжаны, Алланың саған берген дұшпандардың олжасын түгелдей пайдаға асырғайсың. Яһуди Құрайзалар Тәураттағы үкімге амалсыз бас иіп, берілген жазаға келісті. Пайғамбарымыздың әмірімен балиғатқа жеткен еркектердің қолдары байланып, Мәдинаға келінді. Мал-мүлік түгелдей жиналды. Олжаның 5/1 мемлекет қазынасына беріліп, қалған бөлігі мұсылмандарға үлестірілді. Еркектері өлтірілді. Шариғат заңына сәйкес, қоршау кезінде жоғардан тас лақтырып, бір сахабаны шейіт қылған Нубата атты әйел де өлім жазасына кесілді. Бұрын мұсылмандарға жақсылық жасаған бірнеше Құрайзалыққа сахабалар өтінішімен кешірім жасалды. Осылайша Мәдинаның айналасы зиянды әсерелерден тазартылды. Ұзақ уақытқа дейін мұсылмандар тыныш, ұрыссыз күндер өткізді. Осы жылдың басқа да басты оқиғалары: Салман Фарисидің құлдықтан азат етілуі. Салман Фариси бұрын яһудилердің құлы болған. Пайғамбарымыз бір күні оны қасына шақырып алып, қожайының сенің азаттығыңның құнını не сұрайды, барып біл дейді. Әзірет Салман қожайынына мән-жайды түсіндіреді. Қожайыны 300 құрма ағашын егіп, онымен қоса 1600 дирхам алтын берсең босатам деп жауап береді. Салман Фариси қожайынның талабын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам жеткізеді. Пайғамбарымыз асхабына: бауырыңызға көмектесіңіз деп бұйырады. Бұны естісімен-ақ сахабалар өз араларында 300 құрманың тұқымын жинайды. Құрма тұқымы жиналған соң, Алла елшісі: «Уа Салман, сен мына тұқымдарды егетін 300 шұқыр қаз. Біткен кезде маған хабар бер. Тұқымдарды өз қолыммен егейін» дейді. Сахабалардың көмегімен Салман Фариси шұңқырларды қазып шығады. Мұнан соң пайғамбарымызға хабар береді. Расулалла өз қолымен құрманы егіп шығады. Сол жылы пайғамбарымыз еккен құрма ағаштарының барлығы жеміс береді. Осылайша Салман Фариси Бәни Құрайза яһудилеріне қарыз болған құрма ағаштарынан құтылады. Құрма ағашының қарызынан құтылған Салманның тек алтын төлемі қалады. Бір күні Расулалла Салманды шақырып алып, бір дөңгелек алтынды беріп: «Уа Салман, мынаны алып қарызыңнан құтыл» дейді. «О Расулалла, бұл жетпейді ғой» деп жауап береді Салман. Алла Расулы алтынды қайтадан қолына алып, қасиетті түкірігін жақты да: «Алла сені қарызыңнан осымен құтқарады» дейді. Салман қожайынына әлгі алтынды бөліп 1600 дирхам өлшеп берсе де, әлгі жұмыртқадай алтын сол күйі қолында қалады. Мәдинадағы зілзала және айдың тұтылуы. Хижреттің 5-ші жылында Мәдинада үлкен жер сілкінісі болды. Пайғамбарымыз осы оқиғаға байланысты: «Раббыңыз сіздердің өзі риза болатын халге келгеніңізді қалайды. Сондықтан да сіздер тәубаға келіп, Алланың ризалығын тілеңіз» деген. Алланың елшісі осы сөзі арқылы дүниедегі жақсылық атаулының бәле-жала, қауіп-қатердің болып болмауы да адамдарға байланысты екенін айтқан. Хижреттің 5-ші жылы Жамадил-ахир айында ай тұтылады. Ай тұтылып біткенге дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарға хусуф намазын қылдырады.
хусуф және хусуф